Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен бүкіл отбасыңыздың көңілінен шығатын осындай пахлава дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін мұқият қараңыздар. Ең алдымен 3 пиала еленген ұнымыздың үстіне майымызды салып, жақсылап уқалаймыз. Осындай көптеген рецепттерді үйрену үшін міндетті түрде менің каналыма подписаться ете кетіңіздер. Және де 18% қаймағымыздың үстіне бір қасық разрыхлителді қосып араластырамыз. 3 жұмыртқамыздың ағынан сарысын ажыратамыз. Сарыуызын қамырға, ал ағуызын ішіне начинкасына қолданатын боламыз. Жұмыртқамыздың сарыуызын үстінен жаңағы араластырылған қаймағымызды қосып араластырамыз. Екі массаны бір-біріне қосып, жұмсақ қамыр болғанша, егер сіздерде біраз сұйықтау болатын болса, аз-аздан ұн қосып илейміз. Менде 3 пиала ұн жетті. Жұмыртқаның үлкен-кішісіне қарай әркімде әрқалай болуы мүмкін. Қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр болып шығу керек. Қамырды илегеннен кейін оны жарты сағатқа демалдырамыз. Енді начинкасын дайындаймыз. Жаңағы ағуызға бір шымдым тұзды себіп жақсылап миксерлейміз. Үстінен бір пиала қантымызды аз-аздан қосып, қатты пена болғанша миксерлеп араластыратын боламыз. Міне осылай қасықтан түспейтіндей болу керек. Жаңғақ және мейізді турап дайындап алдым. Қамырымызға аздап ұн себіп, 3 бөлікке бөліп аламыз. Біреуін сәл үлкендеу бөлеміз. Астына енді қамырымызды жайып, осы видеодағы реттілікпен пахлавамызды істейтін боламыз.
Енді шеттерін бір-біріне жақсылап жабыстырамыз. Бір жұмыртқаның сары уызын үстіне жақсылап жағып, пышақтың ұшымен жайлап кесіп аламыз. Және де жаңғақтарымызды үстінен теріп шығамыз. градуста 40-50 минут пісіреміз. Мінекей пісіп шықты. Мен оның үстінен бал жақтым. Сіздер сироп құйсаңыздар да болады. Рецепт сіздерге ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Міндетті түрде жасап көріңіздер, бірден шығатыны сөзсіз.